Үйдегі қарапайым ғана заттардан осындай дәмді соуспен жасалатын кешкі асты жасап көріңіз. Ең алдымен тауықтың төс етін видеодағыдай 4 бұрышты үлкендеу етіп бөліп аламыз. Дәміне қарай тұз, паприка, сұйық май құйып, 2 шіше сарымсағымызды күштен өткізіп, барлығын жақсылап араластырып 30 минутқа маринадқа қойып қоямыз. Сонымен қатар брокколиді алдын ала суға пісіріп дайындап алдым. Табамызға сұйық май құйып, жаңағы маринадталған тауық етін жақсылап қуырып аламыз. Пиязды ұсақтап турап, оны да сарғайтып қуырамыз. Аздаған паприка және де 1 ас қасық ұн салып араластырамыз. Томат пастасымен бір қызанақта барлығын езіп алып, осылай салып жақсылап араластырып, үстінен салқын су құйып, осы суда 15-20 минуттай бұқтырамыз. Гарнирге күріш дайындаймыз. Алдымен табамызға сұйық май құйып, күрішімізді осыған қуырып алып, үстіне су құйып, тұз салып, 20 минуттай толықтай жай отта бұқтырасыздар. Осылай әдемі шашырап піседі. Подливын салып, дастарханға ұсынамыз. Ас болсын, жасап көріңіз. Кешкі асқа ыстық тағаммен керемет үйлесетін осындай дәмді ащы салатты дайындап көріңіз. Күшті болып шығады қыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға ұзынша туралған қиярымызды, ұзынша туралған етімізді, светофор болгар бұрышын, сонымен қатар қызанақ, кинза шөбін, сарымсағымызды саламыз және де осындай жасыл горохты салып, үстіне дәмдеуіштер саламыз. Бұл жерде қызыл бұрыш, қара бұрыш, егер ащы болған қаламасаңыз, қызыл бұрышты азырақ қосуға болады. Және де паприка, сонымен қатар салатқа арналған осындай приправа. Барлық дәмдеуіштерді вегета өнімінен қолдандым. Сонымен қатар сұйық май, соя соусын, аздаған тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәмі бомба болып шығады, жасап көріңіздер. Рецептке лайк басып сақтап алыңыздар.